Жалған некенің салдары. Отбасының мемлекетті құраушы фактор екені белгілі. Халқымыз ақ неке, адал жар деген ұғымдармен отбасының, некенің қасиеттілігін ардақтап келеді. Отбасы шағын мемлекет болғандықтан, қоғамда отбасын құру, оны сақтау мәселесі өзектілігін ешқашан жоймақ емес. Бүгінде жалған діннің жетегіндегі жастарымыздың арасында қалаған уақытта үйленіп, қалаған уақытта талақ деп ажырасып кете салу қоғам дертіне айналып келеді. Енді сен менің әйелім емессің. Бос. Талақ. Бұл келеңсіз жағдайлардың алдын алудың жолы некенің мәні мен маңызын түсіну және ата-ананың балаға берген ізгі тәрбиесі болмақ. Әрбір ата-ана баласына жақсы тәрбиеден басқа маңызды еш нәрсені мұра етіп қалдыра алмайды. Абай атамыз айтқандай, адамның жақсы болуы тегінде емес, тәрбиесінде, ақылында, өнер білімінде. Адамға үш алуан адамнан мінез жұғады: ата-анадан, ұстазынан, құрбысынан. Әсіресе олардың қайсысын жақсы көрсе, содан көп жұғады. Еліміздің көркейіп гүлденуі, ұрпақтарымыздың шат-шадыман, бақытты тұрмысқа кенелуін қаласақ, неке ұғымын дұрыс түсініп, үлгілі отбасын құрайық. Қала берді, осы бақытты шаңырақ ішінде келер ұрпаққа саналы тәрбие беріп, ел азаматы, иманды да ибалы қыз балаларды тәрбиелейік.